Қайырлы күн достар, сіздермен Әйгерім. Бүгін екі ағзатпенен үй жағдайында жасауға болатын балмұздақтар жасайтын боламыз. Бір жасағаннан дәмі ерекше керемет болып шығатын болады. Дәл магазиндегі сатып алатын балмұздақтардан ешқандай айырмашылығы болмайды. Менімен бірге жасап көруге кеңес беремін. Балаларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тағы да рецепттерді салатын боламын. Ал ендеше кеттік, балмұздақ жасайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға қаймақты аламыз. Кез келген қаймақ бола береді. Мен 20% қаймақты алдым. Отбасыңыздың санына қарай жасай берсеңіздер болады. Мен екі ғана ыдысқа шығатын, азғантай ғана балмұздақ жасатын боламын. Молокомызды да қосып алатын боламыз. Молоконы көп қосудың қажеті жоқ. Азғантай мөлшерде қоссаңыздар жетеді. Миксерменен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біркелкі болғанша миксерлеп алатын боламыз. Бір-біріне жақсылап араласу қажет. Мен толық рецепт описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Балаларыңызды қуантып, жасап берсеңіздер күннің ыстығында өте дәмді балмұздақ болатын болады. Осылай миксерлейтін боламыз жақсылап. 1 минут көлемінде миксерлеп аласыздар. Осылай әдемілеп тұрып миксерлеп алғаннан кейін осылай сұйықтық балмұздақ шығатын болады. Балмұздақтың арнайы қалыбы болса, балмұздақтың қалыбына немесе осылай ыдыстарға құйып қойсаңыздар болады. Менде 2 ыдыс шықты осылай. Морозильникке салып 2-3 сағатқа қатырып қойсаңыздар, сосын ұсына берсеңіздер болады. Міне балмұздағымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Дәміне сөз жоқ. Керемет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.